Алдымен майымызды табамызға қыздырып алғаннан кейін пиязымызды үстіне саламыз. Шақпалаудың ерекшелігі алдымен бәрін табамызда пісіріп аламыз, содан кейін пешімізге саламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар, пікірлеріңізді қалдырып, лепілдеріңізді аямаңыздар. Қалауыңызша етті салуға болады. Ода ешқандай айырмашылығы жоқ. Кішкене қуырылғанша бетін жауып қоя тұрамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстіне тұзымызбен мен тимьян салдым. Сіздер зира салуға болады, әртүрлі дәмдеуіштер салуға болады. Мен өзім тимьянды жақсы көретін болғаннан кейін осы тимьянды салдым. Сәбізімізді саламыз. Піскенше қарап қойып тұрамыз. Мен жуылған кішмішті үстіне салдым. Салуға да болады, салмауға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Етіміз әбден піскеннен кейін жуылған күрішімізді салып, оның үстіне куркума салып, суымызды құйып, 15 минут шалап пісіріп аламыз. Күрішіміз піскенше лавашымызды дайындаймыз. Лавашымыз осындай домалақ үлкен көлемді менде. Оны осылай видеодағыдай кесіп шығып, ортасынан бөлдім тағы да. Пешімізге салатын ыдысымызға осылай жайғастырып шығамыз. Және де астына май жағуды ұмытпаймыз. Өйткені лавашымыз жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай астына да үстіне де майды жағып шығамыз. Содан кейін піскен күрішімізді жайғастырып 200 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Бетін осылай жауып, тағы да дөңгелектеп кесіп алып, жауып, оның үстіне бір нәрсемен жауып қоюға болады. Міне біздің шақпалауымыз дайын болып шықты, өте дәмді болып шығады. Үстін пышақпен кесіп, осылай ашып, араластырып, столымызға қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.